мына Тілеужанға осы соттың шешімі әділ шықпады деп, облыс соттың шешімі әділ шықпады деп, содан көмек сұрап келіп отырмын. Барша қазақ елі, маған тағы да Күміскүл апайымыз тағы келіп отыр. Бұның келу себебі, өткенде біз осындай видео түсірілім жасаған болатынбыз, жоғарғы сотқа үндеу жасап. Себебі бұл кісінің Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында өзінің жолдасы, заң некедегі жолдасына сол ауылдың әкімнің қаулысымен жері берген, және де ол мемлекеттік актісі берілген. Сол жер телімдерінде үй салып, отбасымен тұрып келген. Кейіннен бұл кісілердің жұмыс бабымен Алматы облысынан қалаға келуіне байланысты өзінің үйін, өзінің туған сіңілісі үйді тастап кеткен. Яғни уақытша тұруға сол кісілерге беріп кеткен. Ол 99 жыл беріп кеткен болатын. Енді сол үйін қазір даудың туындап отқаны, сол үйдің құжаттарын рәсімдеу мақсатында бұл кісінің сіңілісінің баласы бұл кісінің заңды некедегі жолдасынан нотариус арқылы сенімхат беруін өтінген. Себебі сол жердің үй салынған үйге құжат жасау мақсатында. Себебі ол кісілер 99-дан бастап осы уақытқа дейін тұрып келгеннен кейін үйге тіркеуге тұруға жаңағы құжат керек болған. Сол үшін бұл кісінің жолдасынан заңды некес сенімхат алуға өтініш берген. Енді сол сенімхат алуға нотариуске барған кезде бұл кісінің күйеуі сенімхат беріп жатырын деп ойлаған, бірақ ол жерде туған сіңілісінің баласы қулықпен ол жерді сатып алу мәмілесі жасалды деген, яғни сатып алу шартын жасаған. Бірақ ол сатып алу шартын жасаған кезде ол жерде заңды некеде тұрмаймын деген арыздарды қосымша алып алған. Кейінне бұл 18-де болған жағдай. 2019-да бұл кісі өзіне 2018-дің аяқ жағында өзінің үйі басқа біреудің атынан өтіп кеткенін білгеннен кейін бұл кісі сотқа жүгінген. Сотқа жүгініп, сот бұл кісінің жаңағы сатып алу мәмілесі жасалғаны, заңсыз жасалған, алдау арқылы жасалған анықталып, ол шешімнің сатып алу шартының күшін жойып, бірінші сот оң шешім шығарған, кейін апелляциялық сот алқасы ол шешімді бұзып тастаған. Енді сіз қазір осы жөнінде біз апелляция алқаның соттың шешімін күшін жойғаннан кейін біз жоғары сотқа үндеу жасағанбыз, жоғары сотқа өтініш бергенбіз. Бірақ жоғары соттың судьясы кассациялық тәртіппен қайта қарауға негіз жоқ деп, яғни бірінші соттың шешімін апелляция алқасы бұзғаны заңды негізі деген тұжырым жасаған екен. Енді бұл жерде қаулыны сіз таныстыңыз ғой өзіңіз. Біз де қаулымен таныстық жоғары соттың қаулысында. Жоғары соттың қаулысында 3 негізге апелляция алқасы сүйенгенін жаңағыдай қолдап отыр екен. Яғни бірінші негізі талап қою мерзімі өтіп кеткен 3 жылдық мерзім деген. Екіншіден, ол үйде сатып алу мәмілесі жасалған кезде сіздің заңды некедегі жолдасыңыз ол заңды некеде тұрмаймын деген арыз себеп болған дейді. Үшіншіден, ол үйге қосымша құрылыстар жасаған дейді. Осы 3 негізге сүйене отырып, апелляция алқа бірінші сатыда соттың шешім күшін жойғаны дұрыс деген, яғни апелляция алқамен келісемін деп мына жерде жоғары соттың қаулысында солай көрсеткен екен. Енді сіз айтыңызшы, мен сізге осы 3 негізге байланысты қайтадан сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз 2018-де сатып алу мәмілесі жасалғаннан кейін сотқа қай кезде жүгіндіңіз? Біріншіден, екіншіден, сіз жолдасыңыз заң некеде тұрған жоқпын деп нотариуске арыз беріп отыр ғой. Сіз сот барысында мына өзіңіздің заң некелеріңіз бар екенін түпнұсқасы сотқа ұсындыңыз ба? Екіншіден, үшіншіден, сіздің жаңағы туған сіңіліңіз ол үйді пайдаланып келгеннен кейін ол үйге қосымша құрылыстар салды ма? Салған жоқ. Осы 3 уәжді маған нақтылап айтып кетіңізші. 2018 жылы жаңағы үй құжаттары жаңағы сіңілімнің баласының атына ауып кетті деп біле сала сабақ біз сот несіне жүгіндік. Сот болды 2019 жылы сот болды, оң несін шығарып берді. Одан кейін бұлар жаңағы қайтадан апелляцияға берді, олар тіл түсінбедік деп
жаңа сот орыс тілінде жүрген мен сізге болады. қатысты айта кетейік, бізде заң бойынша тіл қағидалары бұзылған жағдайда, бірінші сот сол талаптарды сақтамаған жағдайда апелляция сот алқасының тіл қағидалары бұзылуына байланысты бірінші соттың шешім күшін жоюға оларда негіз бар, заңда көрсетілген. Сондықтан бірінші сот кезінде соттың тарапынан аудармашымен қамтамасыз жасау керек еді, немесе ол жаңағы жауапкерлер тілді білеміз, бізге аудармашының керегі жоқ деп айтылуы да мүмкін. Сондай жағдайда аудармашы тартылмауы да мүмкін. Енді мына апелляция сот алқасы бірінші соттың шешім күшін жойғаны тіл қағидалары бұзылған деп сөйтіп күшін жойып отыр. Сөйтіп оны қайтадан қарауға бірінші сотқа жіберген. Қазір бірінші соттың, содан кейін ары қарай айтыңыз. Одан екінші сот болды. Екінші сот жаңа қарап, мына заңды неке қағазымыздың түп нұсқасын сұрап алды. Өздері көз жеткізіп, осыған жаңағы оң несін шығарып берді қайтадан. Одан кейін бұлар қайтадан апелляцияға берді облыс сотына. Облыс сотқа, бірақ облыс сот біз жақ тарапты қараған жоқ. Менің айтқанымды жаңағынан неткен. Ешқандай не болған жоқ. Бір 15 минуттың ішінде жаңағы шешім шығарып тастады. Яғни бірінші соттың оң шешім, яғни заңды шешімін күшін жойып, апелляция алқа қайтадан сіздің талабыңызды қанағаттандырудан бас тарту туралы жаңа шешім шығарып отыр, шығарып берді. Біз енді осы жөнінде шешіммен таныстық. Сол кезде апелляция алқаның қаулысында жаңа айтып өткенде 3 негізге тоқталған. Бірінші себебі талап қою мерзімі өтіп кеткен дейді. Онымен біз соттың ол қаулысымен де келіспейміз. Себебі талап қою мерзімі 3 жыл өткен жоқ. Бұл кісі өзі 2018-де білген уақыттан бастап 2018-дің аяқ жағында ол сотқа жүгініп отыр. Ол іс материалдар жүгінгендігі туралы толық жаңағы құжаттар бар. Ол апелляция сот алқасы неге ескермеген, оған неге баға бермеген білмейміз. Екінші мәселе, күйеуінің заңды некеде күйеуі нотариуске жаңағы мен заңды некеде жоқпын деген арыз берген дейді. Ол арызды өзінің алдау арқылы жасалған, ол сот барысында бірінші сотта айтылған, және де бірінші сотта бұл кісінің заңды некеде екенін көрсеткен заң некелері қию куәлігін ұсынған. Ол куәлікті біле тұра апелляция алқа неге оған баға бермеген, неге ол оны жаңағы арыздыға ғана сүйенген түсініксіз. Өйткені заңды некенің бар екенін білгеннен кейін, ол алдау арқылы жасалғаннан кейін бірінші сот оған дұрыс баға беріп отырғанын ескермеген апелляция алқа. Үшінші мәселе, ол жерде қосымша құрылыстар жасалған дейді. Енді мен қосымша құрылыстарды жасалғанына да біз жасалған деген сөз, ол өзінің атында үйді соларға қалдыруға негіз болып саналады деген сөз емес. Өйткені жоғарыда айтып өткендей 99 жылдан бері бұл кісілердің үйін оның туған сіңлісі пайдаланып келген болса, мына 20 жылдан астам уақыт ол үй ескіруіне байланысты күрделі жұмыстар жүргізу, ол заңдылық. Ол міндетті, ол үйді пайдаланып отырған адам. Сондықтан күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді екен деп, ол үйді сол кісі алуға міндетті. Яғни бұл кісінің талабын қанағаттандыруға себеп жоқ деуге, ол ондай баға беруге, ондай шешімге келуі апелляция алқаныкі қате пікір. Сондықтан біз апелляция сот алқаның бұл 3 негізге сүйене отырып заңсыз шешім шығарған деп санаймыз. Ол 3 негізді де ешқандай дұрыс баға бермеген негіздерге. Біз бірақ осы мәселені айтып жоғары сотқа жазған, бірақ жоғары сот ешқандай да объективіне қарамаған. Біз енді қазір бұл жоғары соттың жаңа қаулысынан кейін біз жоғары соттың төрағасы атына ұсыныс келтіру құқығымыз бар. Өзіміздің құқығымызды пайдаланып біз жоғары сотқа қайтадан ұсыныс беретін боламыз. Бірақ мен мына айта кететін жағдай, мына енді жоғары соттың төрағасының назарын аударғым келеді. Бұл кісі заңды некелері бар. Ол кісінің жолдасының атына тіркелген үйде бұл кісінің 50% өзінің үлесі бар. Яғни бұл кісінің құқығы бұзылып отыр, біріншіден. Екіншіден, ол үйдің бүгінгі күнге дейін жаңағы жер салығы дейді, 18 жылға дейін осы үйдің өздерінің аттарына игілігіне өтіп кеткенге дейін салығын төлеп келген. Егер де ол кісінің үйін жаңағы басқа біреуге беретін болса, бұл кісі не үшін даулайды, екіншіден не үшін салық төлеп келген осы уақытқа дейін, осы жағдайында ескерілмеген, жоғары соттың назарын аударғым келіп отыр. Одан бөлек 20 жылдан бері ол тұрып жатқан адам күрделі жөндеу жүргізуге тиісті, міндетті, ал сол күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген деп бұл кісінің жаңағы құқығын бұзуға ешқандай себеп жоқ. Сондықтан жоғары соттың назарын тағы да аударғым келеді.
сізге ұсыныспен біз қайтадан жүгінетін боламыз. Осы біздің ісімізді объективный жан-жақты қарап, бұл кісінің қанша уақыттан бері шырылдап өзінің баспанасына қолдан кетіп қалғанын жан айқайын естіп, дұрыс баға беруіңізді және кассациялық тәртіппен қайта қарауға өзіңіздің ұсынысыңызды келтіруіңізді сұрап, біз сізге өтініш береміз. Сол біздің өтінішімізді қанағаттандыра отырып, кассациялық тәртіпке ұсыныс беруіңізді сұраймыз. Рахмет сіздерге. Енді алдағы уақытта тағы бұл жөнінде ақпараттар салатын боламыз. Сау болыңыздар.